Варшавада есе сайлайчыларға рей бермек үшін бір бұчуқ сааттен зияде беклемек керек еді. Кей вақтына көре Полония пайтақтында уч бенден зияде адам рей берді. Тафсилатлыжы левхамызда. Сабадан берлі Полониядағы Украина елчілігі янында аяқ басмақ ер yok. Рей бермеге істегенлерінің чоқ ұсымында 2 saat evvel келді. Saat 8 gece nevbet 8 метраға қадар uzandı. Бюллетень алмақны адамлар 1 saatten çok beklediler. Минулого разу була о 8 ранку. Кешкен сефер саба saat 8-де келдім, чүнки достарым 4 saat невбетте тұрдылар. Оның үшін әрте келмеге істедім ве саба saat 7:30-та мында едім. Сайлаушылардың жедвелінде генчлер çok Полонияға ратланмақ үшін келгенлерді evvelden Варшавада қайдетілділер. Рей бермек да уч жерде мүмкін Краков, Люблин, Гданскте. Бармақ яда бармақ сечим yok еді. Мен doğru seçim yapmak için devlet doğru yolun ketmesi için келмек керек едім. Қайда вене вақыт olacağımız бізден бағлы. Ми знаємо, на що ми йдемо. Біз мында не үшін келгеніміз білеміз. Украина девамлы бұ елнен кетечегіне умут етеміз. Бұ біздің ве балларымыз үшін керек. Чехияда да қалабалық мемлекетте 2 сайлав бөлігі Бруно ве Прагада. Украин елчілігін дышарында yüzlerce адамлардан невбет. Бірінші турда біз 2,5 saat тұрдық, ама зевкінен тұрамыз. Біз әр вақыт рекордларға азырмыз. Кимсе дені шмей, кимсе болдырмай, біз çalışмаға тоқтатмаймыз. Бірінші Австралияда ве Яңы Зеландия бірлешкен сайлав бөлігінде рей бермеге тоқтадылар. Канберрада енді нәтижелеріні саймаға бетірділер. Ең соңы Америка Бірлешме Девлетлерде Сан-Франциско ялысында рей бермеге тоқтайжақлар.